Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге квашеная капустаның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен капустамызды алып осылай турап аламыз. Мен бұл жерде бір капустадан жасаймын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Екеу, үшеуден жасаса болады, көптен қылып. Одан кейін турап алғаннан кейін ыдысымызға бір орташа сәбіз қосамын. Осылай теркадан өткізіп аламын. Одан кейін қара бұрыш 8-9 штуктай және бір ас қасық тұзды қосып, осылай қолыммен еземін. Осылай жақсылап езгеннен кейін ол кішкене басылады. Осылай міне қарасаңыздар, кішкене басылған. Енді бұны ыдысымызға саламыз. Ыдыс осындай банка болу керек, стеклянный болу керек. Соған жақсылап салып, арасына лавр жапырағын саламын. Салған кезде нығыздап басып саламыз. Енді менде аз ғана мөлшерде қалды, соны осындай жарты литрлік банкаға саламын. Салып болғаннан кейін барлығының ең бетіне лавр жапырағынан осындай саламын да үстіне су құямын. Кәдімгі крандағы су. Мына жерде мен 2 литрлікке 180-200 граммдай құйып жатырмын. Ал жарты литрлікке 50 граммдай құйдым. Енді бетін осындай крышкамен жабамыз да 4 күнге қоямыз. Арасында ашып, ауасын шығарып тұру керек. Мынау менде 2-ші күн. Енді мен бұны осындай қасықтың көмегімен осылай ауасын шығарамын. Қарасаңыздар, міне газдар шығып жатыр. Осылай ауасын шығарғаннан кейін барып, осылай басамын, басылған бұл кәдімгідей. Енді бетін жауып тағы қоямыз. Енді мынау менде 3-ші күн. 3-ші күнде бұл уже жаңағы ашып, былай сыртына суы аққан. Осылай ыдыстың ішіне салып қойыңыздар. Ол осылай ашығаны өте жақсы, яғни ашу процесі жүріп жатыр бұл жерде. Одан кейін тағы да мен газын шығаратын болам қасықпен. Осылай басамыз. Бұл менде 3-ші күн. Енді тағы бір күнге қоямын. Мынау міне толық дайын болған күн. 4 күн өтті және менде 3 сағаттай холодильникте тұрды. Енді ыдысымызға салатын боламыз. Өте жақсы шыққан, сондықтан менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ешқандай уксус қоспаймын, негізі қоспау керек. Квашеная капуста бұл организмімізге өте пайдалы. Біз күнделікті бұны қолдануымыз керек. Ас болсын.